Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Жанат Дәутжанұлы Жақсыбай. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қасым Аманжолов ауылының тумасымын. Ұлт қазынасы жобасының менторымын. Менің балалық шағым Қарағанды облысының ең ғажайып ауылының бірі Қасым Аманжолов ауылында, Кент тауының баурайында өтті. Қасым Аманжолов енді баршаға танымал дүлдүл ақын, сол ақынның туған жеріндегі, туған өлкесінде сол ақынның атымен берілген ауыл. Табиғаты тамаша, Талды өзені бар, Кент тауы бар. Сол ауылда нөмір 19 орта мектепте оқыдым. 7-ші сыныпқа дейін сол ауылда оқыдым. Содан кейін қалаға көштік. Сол қазіргі таңда Қарағанды облыстық Сарыарқа телеарнасында оператор болып қызмет жасаймын. 10 жылдан астам еңбек өтілім бар. Одан бөлек мобилографияны бірге алып жүрген жайым бар. Балаларға мобилографияны үйретіп, үйірмелер жүргізіп, нөмір 2 оқушы сарайында дроннан сабақ беріп, медиакоммуникация үйірмесін жүргізіп, сондай шаралар жүргізіп жатырмыз. Осы ұлт қазынасы жобасымен жастарға үлкен өнеге берейік деп, мотивация берейік деп, сол жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Жетістік деген бір нәрсемен үздіксіз айналысу дейді. Жетістікке жету ол бір күндік шаруа емес. Ол жетістікке жету деген өзіңізбен үздіксіз айналысу, өзіңізді дамыту, өзіңізге білім құю, инвестиция құю, дисциплина, тәртіп, сонымен келетін нәрсе. Сол жолда мен енді өзімді үздіксіз дамытып келе жатырмын. Әртүрлі салаларда психология, саморазвитие деп жатады, өзін даму деп жатады. Соны өзімді зерттеп, өзімнің қабілеттерімді арттырып, әртүрлі салаларда білім алып, осы телевидение саласында, мобилография саласында, режиссура, SMM дейміз, әртүрлі жаңа психология дейміз, кітаптар оқып, сол үздіксіз дамудың арқасында жетістікке адам жетеді. Енді мен бір салада ғана тоқтап қалған жоқпын, телеарна, телеоператор саласында. Мен енді әртүрлі салаларда бірге қамтып келе жатырмын. Оны өйткені адам өзінің санасын дамытқан сайын адамның мүмкіндігі де ашыла береді. Сондықтан мен жаңағы психологияның қыр-сырын, жаңағы қаржылық сауаттылық деп жатамыз, өнер саласы, мысалы телевидениеға жүргеннен кейін киноға түсу, фильмдер түсіру, роликтер түсіру, мобилография, дронда түсіру деген сияқты салаларды дамытып жүрген жайым бар. Менің өміріме айрықша әсер еткен адамды мен айтар едім менің әкем деп. Және де үлгі тұтар адамым да менің әкем. Айтады ғой, образец для подражания деп. Үлгі тұтар адам менің әкем. Білімді, парасатты, сондай әділ, сондай мықты тұлға деп өзім танимын. Және де әкемнен алатын үлгі өте көп. Біз негізі ұстазды басқа жақтан іздейміз. Ал біздің жолымызда үлгі көрсететін, бағыт бағдар беретін ең басты бірден бір адамдардың бірі ол біздің әкеміз және шешеміз. Олар біздің жанымызда жүрген бізге қолдауы білінбеуі мүмкін. Ал олардың бізге беріп жатқан қолдауы, ақылы, парасаты, махаббаты ол шексіз. Және де маған әсер еткен адамдар, мен осы телевидение саласына келген кезде телевидениедағы телевидение саласының ардагерлері маған қатты әсер етті. Менің ұстаздарым атап айтып өтсем, Қайрат Әлиев ағамыз, Әлжан Айтымбетов ағамыз, біздің оператор ағаларымыз, Сағат Батырхан апайымыз, сол сияқты біздің сол ардагерлеріміз маған өмірлік тәжірибесімен, профессионалдық тәжірибесімен бөлісіп, менің осы телевидениеде профессионал ретінде қалыптасуыма қатты әсер етіп, білімдерін беріп, тәжірибелерімен бөліскен адамдар деп айта аламын.